Саржан деген аңшының әйелі Айсұлу ұл туыпты. Балаға Толағай деген ат қойылыпты. Толағай күн санап өсіпті. 4 жасында ол нағыз батырға айналыпты. Әкесімен бірге аңға шығып, атақты аңшы атаныпты. Bir жылы жаңбыр жаумай, қатты құрғақшылық болады. Толағай анасынан, жаңбыр қай жерге көп жауады, деп сұрайды. Тарбағатай тауларына көк жауады, дейді анасы. Толағай Тарбағатай тауларына барады. Бір тауды арқасына салып көтереді. Ұзақ жүреді. Бірақ шаршамайды. Адамдар жандарына келе жатқан үлкен тауды көтеріп келе жатқан Толағайды көреді. Сол кезде жаңбыр жауады. Халық Толағай деп айғайлап қуанады. Толағай шаршайды. Абайсызда аяғы тайғанап құлайды. Толағай таудың астынан шыға алмай қалады. Гүрілдеп тау жығылады. Оның жасы селдей ағады. Содан бері бұл тау Толағай деп аталады.